әрі өте қарапайым мамандық. Жер жаһанда адамзат баласы пайда болғаннан бері әрбір пендені ойландырып, толғандырып келе жатқан қоғам құрылып жатса да, қажеттігін жоймайтын бір мәселе – баланы өмір сүруге дайындау. Бұл қиынның қиыны. Тәуелсіз еліміздің жас жеткіншектеріне сапалы білім мен саналы тәрбие беру ісі ең алдымен мектептегі мұғалімдердің білімі мен біліктілігіне байланысты. Жаңа адамды тәрбиелеу, білім беру мектептен, мұғалімнен бастау алады. Шоқан Уәлиханов атындағы нөмірі 12-ші мамандандырылған гимназияның жас мұғалімдер арасында жыл мұғалімі байқауы өтті. Байқаудың мақсаты оқытудың жоғары тәрбиелік әлеуеті негізінде оқушы бойында рухани құндылықтарды қалыптастырып қана қоймай, шығармашылық мұғалімдерді анықтау, әрі марапаттау арқылы педагог мәртебесін көтеру. Ал байқаудың негізгі міндеттері мұғалімдердің шығармашылығын, бәсекеге қабілеттілігін әрі мәртебесін көтеру болып саналады. Байқауға 6 үміткер қатысты. Қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі Сайлаухан Абылай Беркінұлы, математика пәні мұғалімі Иманова Гүлбану Бақытқызы, тарих пәнінің мұғалімі Абдашимов Дидар Қуанышұлы, орыс тілі және әдебиет пәні мұғалімі Әбілқызы Анель, математика пәні мұғалімі Шаленова Манара Мейрамқызы және биология пәнінің мұғалімі Жұмадиева Назгүл Бексұлтанқызы. Үміткерлеріміз 3 кезең бойынша бақтарын сынады. Бірінші кезең менің жаңашыл педагогтық тәжірибем атты айдарында мұғалімдер өз әдістемелік және технологиялық құрылымын таныстырды. Екінші кезеңде сабағым кәсіби тұжырымының айнасы айдарымен ұстаздар ашық сабақ жүргізді. Үшінші кезеңге келетін болсақ, мен елімнің патриотымын тақырыбында мұғалімдер сынып оқушыларымен тәрбие сағатын өткізді. Шәкірттерге берері мен үйретері көп ұстаздарға еңбекқорлық пен табандылық тілей отырып, болашақтарыңыз берік, келешектеріңіз кемел болсын дегіміз келеді.